Армысыздар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз отбасындағы зорлық, зомбылық. Яғни осы зорлық, зомбылыққа ұшырайтын құрбандар кім және әлімжеттік көрсетуші адам кім? Міне бүгінгі біздің әңгімеміз осы тақырып аясында. Бұл тақырып, яғни бұл мәселе бүгінгі таңда әлем деңгейінде жиі қозғалып жатқанын білесіздер. Сонымен қатар біздің өзіміздің мемлекетте де алдыңғы қатарға шыққан бірден бір проблемаға айналды десек қателеспейміз. Және мен сіздерге өзімнің осы алдыма келген қаншама әлімжеттікке ұшырап жатқан, яғни құрбандыққа ұшыраған әрбір әйел мен жасаған жұмысым бойынша және осы өзімнің тәжірибеммен бөліскім келіп отыр. Яғни агрессор кім және құрбан кім? Агрессорды біз қалай танимыз? Көпшілігінде жап-жақсы қол ұстасқан, жас отау құрып, ақ некеден өткеннен кейін неге өзгеріп шыға келеді? Сіздің сүйгеніңіз оған дейін неге өзінің басқа да жағымсыз мінездерін, яғни қылықтарын бұрын соңды байқамадыңыздар? Және агрессордың бойындағы қандай да бір белгілері арқылы дәл қазіргі уақытта өздеріңіздің бастарыңыздан өтіп жатқан кейбір жағдайларға байланысты анализ жасап көріңіздер. Агрессорлар көпшілігінде өзінің жаңағы жанындағы жолдасын, я болмаса жас қыздар бірге достасып жүріп, яғни кездесіп жүріп, үйленбей тұрып ақ өзінің екінші, яғни жарын, болашақ жарын бақылауға ала бастайды. Яғни бұл алғашқы белгілерінің бірі деп айтуға болады. Негізінде өзіме келген кішкене оқушы қыздардың өзі де, менің достасып жүрген жігітім телефонымды алып тексереді. Достарың кім? Кімдермен сөйлесіп жүрсің? Кімге лайк қойып жүрсің? Әлеуметтік желідегі менің барлық парақшаларымды тексеріп және парольдарымды сұрап алады дейді. Бұл деген не? Демек ол болашақ агрессор деген міне осы. Және тіпті тұрмысқа шыққаннан кейін де, біраз уақыттан кейін өзінің әйелінің үстіндегі киген көйлегін, жасаған өзінің жаңағы тамағын, я болмаса араласқан өзінің бұрыннан бала күннен келе жатқан достарын барлығына, былайша айтқанда, шектеу қоя бастайды. Бұл кім? Бұл агрессор. Агрессордың келесі бір келбетін алатын болсақ, ол адамнан ойда жоқта қандай да бір келеңсіз мінездерін байқай бастайсыздар. Оны қалай деп айтуға болады? Мысалға, сіз жол жүріп келе жатырсыздар жолдасыңызбен бірге. Жолдасыңыздың көңіл күйі болмай қалды. Осы ретте сіз байқаусызда бір сұрақ қойдыңыз, я болмаса бір жағдайды әңгіме етіп келе жатырсыз. Сіз оған ұнамай қалдыңыз. Ол айтуы мүмкін: көлікті тоқтатып түсте, өзің жаяу бар. Бұл менің алдыма келген қаншама әйелдердің айтқан, яғни тәжірибесінен. Агрессордың келесі бойындағы бір белгілерін айтып өтейін. Сіздің бастапқы кезде, әрине, кездесіп жүрген кезде екі жастың арасындағы бұл агрессордың кейбір белгілерін байқамайсыз. Себебі ол кезде ғашықтық сәт, ол кезде романтика, ол кезде, былайша айтқанда, қызғылт көзілдірікті кигендіктен екі ғашық бір-біріне анау айтқандай өзінің мәселелерін көрсете бермейді. Әсіресе агрессор ол жағдайда өзінің мінезін мүлде көрсетпеуге тырысады. Келесі агрессордың белгілерін былай тануға болады. Мысалға, ол сіздің жаңағы жасаған әрбір ісіңізге көпшілігінде бір кедергі, я болмаса бір кем жақтарын айтуға тырысады.
яғни жасаған тамағының әрине кішкене тұзы көбірек болғанда жақсы болар еді, я болмаса бұл тамақ емес, мен басқа тамақты жақсы көретін едім, я болмаса сен тамақты менің анамдай әдемі жасай алмайсың. Былайша айтқанда ол сіздің өзіңізге деген сенімділікті жоғалуына түрткі болады. Яғни сенің бойың аса ұзын, өте сүйкімсіз, я болмаса сенің аяғың өте жуан, я болмаса әдемі емес. Сен ренжіме, бірақ сенің көзің, сондай көзіңнің түсі маған ұнамайды. Я болмаса сенің шашың түсі, я болмаса мүлдем ұнамайды. Сары түс болса қара түске боя, қара түс болса сары түске бояп таста. Міне, әйтеуір бір сіздің бойыңыздан мін табуға тырысады. Бұл агрессордың, яғни сіздің өз-өзіңізге деген сенімділігін жоюға әрекет деп тапсаңыз болады, түсінсеңіз болады. Сіздің мысалға қандай да бір қабілеттеріңіз бар деп түсінейік. Мүмкін сіз әдемі етіп өлең оқуды білесіз, поэма оқисыз. Ол тағы да сізге сын айтуы мүмкін. Сіздің әрине жақсы дауыспен ән айтуыңыз мүмкін. Мүмкін сіз оны бұрыннан айтып жүрсіз ол әнді. Сізге көпшілігі тамсанып, сізге көп мақтау айтқан, және сіздің даусыңыздың жақсы екенін өзіңіз сенімдісіз. Бірақ сіздің жарыңыз, яғни сіздің жолдасыңыз, я болмаса сіздің жігітіңіз айтуы мүмкін, жоқ, сенің даусың мүлдем ұнамайды, мүлдем жағымсыз естіледі. Саған ол мақтаған адамдар өтірік айтқан. Демек, олар сені өтірік мақтаған деген де жаңағы сізге, былайша айтқанда, сіздің өз-өзіңізге деген сенімдігіңізді тағы да түсіруге талаптанады. Келесі бір агрессордың тағы бір белгілері тез ашулануы мүмкін және тез қызбалыққа салынып кетуі мүмкін. Бұл агрессордың белгілері. Көпшілігінде мысалға сіздің киетұғын киіміңізде де жаймен бақылай бастайды. Мен өзім ертіп апарып саған таңдап берем. Мен өзім саған таңдап мысалға осындай сыйлық жасаймын. Менің көзқарасыммен кейін, менің қалауыммен кейін, мен айтқан нәрсені жаса. Барлық жағдайда сол агрессор өзінің қалауымен жасатуға әрекеттенеді. Мүмкін ол адамның тіпті талғамы болмауы да мүмкін. Мүмкін сіздің талғамыңыз одан да тіпті жақсы, бірақ ол маңызды емес. Көпшілігінде агрессорлар өзі өте білімі төмен, өз-өзіне деген сенімі өте төмен, көпшілігінде өзіне көңілі толмаған, я болмаса өзінің қабілетін толық жетілдіре алмаған, арманы мен мақсатына жетуге оның күші де, жігері де жетпейтін, өте сондай білімі төмен адам болып табылады көпшілігінде. Өйткені мен өзімнің осы практика барысындағы байқағаным көпшілігін өте білімді, өте өз-өзіне сенімді, былайша айтқанда жан-жақты, әр салада бір жақсы жетістікке жеткен қыздар көпшілігінде білімсіз және кішкене бұзақылыққа жақындау, мінезі сондай қиын ер адамдарға кездесіп жатады. Қызықты бір сұрақ қойып жатасың, неге бұлай? Не себептен? Көпшілігінде осы білімді қыздарға және өте өзінің ісіне шебер, өзіне сенімді қыздар неге сондай бір сенімсіз жігіттерге тұрмысқа шығып жатады? Өйткені ол адамдар көпшілігінде өзінің бойындағы табылмаған, мысалға сол қабілеттерді, яғни қасиеттерді басқа адамның бойынан іздейді. Егер оның интеллекті төмен болса, демек оқыған, интеллектісі өте жоғары, білімді қыздарға үйленуге әрекеттенеді екен. Яғни өзінің сенімсіздігін басқа қасындағы адам арқылы өзінің сенімін былайша айтқанда қол жеткізеді деп айтуға болады. Осы ретте мен сіздерге бір мысал ретінде агрессордың тағы бір белгісін көрсетейін. Бригада деген фильмді көрген болсаңыз, ол жердегі басты рөлдегі жігіт, яғни нағыз агрессор, өзінің мінезімен, психотипімен фортепианода өте жақсы ойнайтын, өте білімді, жан-жақты қызға үйленеді. Неге? Өйткені ол өзінің білімсіздігімен, өзінің қабілетінің төмен болғанымен өзіне сол
жаңағы жарын таңдағанда өте білімді, жан жақты, бірнеше тілді еркін білетұғын, физиологиялық тұрғыдан да, эмоционалдық тұрғыдан да, яғни интеллект жағынан жан жақты жақсы дамыған білімді қызға үйленеді. Артынан қалмай жүріп, барынша соның айтқанының бәрін орындап, былайша айтқанда үлкен сондай сыйлықтарменен сыйлық жасап, алдына тізерлеп отырып, ешқашан мысалға ешкімнің алдында өзін төмендетпейтін адам, сол қыздың алдында өзін төмендетіп, тізерлеп отырып, қолын сұрап үйленіп алады. Ал үйленіп алған күннен бастап ол өзінің басқа мінездерін көрсете бастайды. Егер сіздер осы фильмді көрген болсаңыздар, сол жерде нағыз агрессордың психотипін көрулеріңізге болады. Және енді тағы бір айта кететін жай, ерлі зайыптылардың арасындағы қатынас, яғни ол кезде де агрессорлар өздерін басқаша көрсете бастайды. Мүмкін сол кезде сіздің басыңыз ауырып тұруы мүмкін, мүмкін сіздің сол кезде ыстығыңыз көтеріп жатқан болуы мүмкін, бірақ ол адамға ол мүлдем қызықтырмайды. Сен ауырып отырсың ба? Сол кезде мүмкін көңілің болмай отыр ма? Агрессор ол эгоист, яғни өзін жақсы көретін адам, ол менің көңілімді табуым керек деген сондай ұстаныммен өмір сүреді. Кез келген жанындағы адамдардың, жақындардың барлығы оның көңілінен шығуы керек. Яғни дұрыстап тамағын беру керек. Яғни жаңағы сылап сипап, оны мақтап, айтқанын жасап, былайша айтқанда үнемі соған басын иіп тұруы керек. Ол сондай талап қояды. Бұл жағдайдан да сіз өзіңіздің жолдасыңызды, яғни қасыңыздағы жүрген адамның бойынан егер осы мінездерді көретін болсаңыз, онда ол агрессор. Демек, сіз сол мінезге ол адамды бейімдеуіңіз де мүмкін. Ары қарай айтатын болсақ, және агрессордың және бір ерекшелігі, яғни ол адамның мінезіндегі кейбір өзгерісті айтатын болсақ, көпшілігінде мысалға сіздің дәл уақытта мүмкін сіз бір сол ортамен араласқыңыз келмейді. Мүмкін бір сіз қонаққа баруыңыз керек, я болмаса қонақ шақыру керек. Бірақ дәл сол сәтте сіздің жұмысқа баруыңыз керек. Я болмаса сіз шұғыл сіздің шаруаңыз шығып қалды. Бірақ бәрібір агрессор өзінің айтқанын талап етеді. Ол кездесуді, я болмаса ол жиынды, баратұғын қандай да бір жұмысты басқа уақытқа ауыстыруға, я болмаса сіз емес өзі ғана барып келуіне болатын шығар. Бірақ сол агрессор өзінің айтқанын жасау үшін, сол үшін ғана, былайша айтқанда, қанағаттанады екен. Міне, агрессордың бірнеше мінездерінің бойындағы ерекшелігін айтып өттік. Егер сіздер өзіңіздің кездесіп жүрген, яғни жігітіңіздің бойынан осындай келеңсіз жайттарды байқайтын болсаңыз, онда ол агрессор деп түсінуіңізге болады. Егер сіздің жолдасыңыздың бойында осындай мінез жиі орын алатын болса, онда ол адамды да дұрыс жолға бағыттау керек, яғни емдеу керек деп айтқым келеді. Көпшілігінде құрбан болуға бейім кімдер? Әрине, балалық шағына саяхат жасауымыз керек. Балалық шағында стресс алған адам деп айтуымыз мүмкін. Одан да бөлек ата-анасы тұйық болуы мүмкін, балалармен сөйлеспесе, сұрағына жауап бермесе. Көпшілігінде қоя тұр, ертең, одан кейін көне тұр, шыдай тұр. Шыдай тұр, ештеңе жоқ, уақыт керек. Міне, мұғалімдерді ренжітуі мүмкін, балалармен тіл табыса алмауы мүмкін. Міне, осындай тұйық адамдар көпшілігінде өзін құрбан етуге бейім болып келеді екен. Одан да бөлек, және отбасында жиі ұрыс жанжал болып отырған балалардың болашақта я агрессор, я болмаса жертва, яғни құрбан болуға бейім екен. Және тіпті ата-анасының өзі бір агрессор, бірі құрбан болуы мүмкін. Яғни олар отбасында зорлық-зомбылықты, яғни анасының таяқ жегенін, я болмаса әкесінің маскүнемдікке салынған жиі көрген балалар болашақта өсе келе өмірдің моделі, яғни отбасында
осылай болуы керек деген түсінікпен бірі агрессор, бірі құрбанға айналуы мүмкін екен. Енді көпшілігінде осындай құрбан болудың кейбір белгілерін айтып өтейік. Жаңағы агрессор егер әлімжеттік көрсетуші сізге қолыңдағы сенің мына телефоныңда кімдермен сөйлесіп отырсын, не жұмыс жасап жатсын деген саған тексерулер, бақылаулар қоятын болса, сол бақылауға көніп, сіздің кіммен сөйлесіп отырғаныңыз туралы, жұмыста қандай жұмыс жасайсыздар, қандай әңгіме айтасыздар әріптестер арасында, сол туралы толық есеп беріп отыратын болсаңыз, онда сіз құрбансыз. Егер сіз осы жолдасыңыздың айтуыменен өз талғамыңызбен емес, әрине, жолдасыңызбен келісе отырып емес, көпшілігінде өзіңізге ұнамаса да, ұнамайтұғын, түсі де ұнамайтын, формасы да ұнамайтұғын киімді киіп, өзіңізді жақсы көрмей, көңіл күйсіз жүретін болсаңыз, демек сіз құрбансыз. Жолдасыңыздың айтуымен бар деген жерге бару, барма деген жерге бармау, я болмаса өзіңіздің бала күніңізден араласып жүрген құрбы құрдастарыңыздан араласуға бас тартатын болсаңыз, тіпті ол адамдардың сізге ешқандай жасаған жаманшылығы да жоқ. Керісінше өмірде бір нанды бөліп жеген өзіңіздің құрбы құрдастарыңыз, яғни бірге жүрген, бірге асыр салып ойнаған, балалық шақпен бірге өткен жақын адамдарыңызбен араласуға бас тартсаңыз, онда сіз құрбансыз. Неге араласуға болмайды? Мүмкін ол орта сізге жағымсыз қылықтар көрсетті ме? Жоқ, ол адамдардың ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде сіздің жолдасыңыздың мінезіне ұнамай қалуы мүмкін. Сіздің жолдасыңыз оны ұнатпауы мүмкін. Міне бұл агрессордың, яғни сізге қойған талабын орындау арқылы сіз бейсаналы түрде бейкүнә құрбанға айналып шыға келесіз. Көпшілігінде осы жағымды болып көрінем, жақсы адам болып көрінем деп, көпшілігінде барынша өзіне ұнамайтұғын істің бәрін жасап отыратын адамды да құрбан деп айтуға болады. Сіздің агрессивті көрсеткен, тіпті сіздің жаңағы жолдасыңыз киетұғын киіміңіз, косметикаңыз, я болмаса сіздің жейтұғын тамағыңызға дейін ол сізге установка беріп отыратын болса, онда сіз құрбансыз. Көпшілігінде мысалға агрессорлар өзінің құрбанын қалайда өзіне деген сенімділігін жою үшін оның бойынан кемшілікті, яғни мінді көп іздейді. Сен тым семізсің. Яғни құрбан соған келіседі. Демек, мен тамақ ішпеуім керек. Демек, тіпті маған ұнап тұрса да өзімнің осы салмағыммен тамақ ішпеуім керек. Яғни мен оған ұнау үшін мен арықтауым керек. Я болмаса, сіздің қойылған осы прическаңыз өзіңізге ұнайды. Өзіңіздің жасап жүрген күнделікті мысалға стиліңіз өзіңізге, яғни мына бет әлпетіңізде, мұрныңызда, көзіңізде бәрі осы күнге дейін сізге ұнайтын. Бірақ сіздің жарыңыз айтады, сен мүлдем әдемі емессің, мүлдем сүйкімсізсің дегенді айтқанда сіз онымен келісесіз, яғни сіз оны қабылдайсыз. Демек, сіз құрбансыз, сіздің өзіңіздің пікіріңіз жоқ. Сіздің пікіріңізді, яғни сізбен пікірін қосып отыратын, сізге өзін ойын, яғни өзінің позициясын үнемі тықпалап отыратұғын агрессорға сіз үнемі келісіп отырасыз, яғни сіз құрбансыз. Сізге жұмыстан шық, жұмыс жасама деп айтуы мүмкін. Яғни үйде отыр. Неге ұнамайды ол жұмыс? Сіздің тауып жатқан жалақыңызды өзі алып алуы мүмкін, өзі жұмсап жіберуі мүмкін. Бірақ бәрібір сен жұмыстан шық, сен ештеңе таппайсың дейді. Сонымен қатар агрессордың өзі де жұмыс жасамауы да мүмкін. Тіпті өзінің тұрақты жұмыс орны да болмауы мүмкін. Бүгін анда, бүгін мұнда болуы мүмкін. Өйткені көпшілігінде агрессорлар тиянақты бір жерде жұмыс жасай алмайды. Неге? Өйткені ол басшыға бағынбайды. Ол өзінің айтқанымен, айналасындағы адамдардың барлығы сол агрессор өзінің айтқанымен жүріп тұрғанын қалайды. Сондықтан да карьерада көпшілігінде
жолы болмайтын да сондықтан. Өйткені көпшілікпен келіспейді. Тіпті өзінікі дұрыс екенін біліп тұрса да, бірақ соны мойындағысы келмейтіндіктен. Енді қараңыздар, егер сіздің отбасыңызда шынында да осындай балалық шағыңызда стрессті басыңыздан өткізген болсаңыз, осындай келеңсіз жағдайлар басыңыздан өтіп жатқан болса, онда өзіңіздің құрбан екеніңізді мойындай отырып, өзіңізбен мамандардың жұмыс жасағанын мойындауыңыз керек. Көпшілігінде ең бірінші қадам ол өзінің бойынан осы құрбан болудың кейбір белгілерін анықтап алу. Одан кейін барып маманға жүгінуіміз керек. Көпшілігінде құрбан болушыларға біз айтамыз, сіз не жасасаңыз да өзіңіздің қалауыңызбен жасауды үйреніңіз. Ең бірінші, яғни өзіңіздің талғамыңызбен, сонымен қатар әрине жолдасыңызды тыңдауыңыз керек. Айналаңызда да тыңдағаныңыз дұрыс. Бірақ соңғы сөз, яғни соңғы талғамның соңғы нүктесі, яғни ол өзіңізден болуы керек. Яғни өзіңіздің жүрегіңіз қалаған дүниені жасағаныңыз ол өзіңіз үшін керек. Яғни сіз өзіңіздің пікіріңізді, яғни толығымен өзіңіздің пікіріңізге жауапты болуыңыз керек. Ал агрессор өз тарапынан өзінің кей жағдайда дұрыс емес екенін мойындағаны дұрыс. Әрине өзінің тықпалаған позициясынан бас тартып, өзіне өзі жауапкершілік алып үйренуі керек. Көпшілігінде агрессорлар өздеріне жауапкершілік алмайтын адамдар болып табылады. Егер сіз бірдемені дұрыс жасамай қалсаңыз, тіпті қателесіп қалдыңыз, сіздің жасаған қадамдарыңыз көпшілігінде дұрыс болмай шықты. Ол кезде кім кінәлі? Әрине сіз кінәлі, құрбан кінәлі болып шығады. Агрессор ешқашан өзіне жауапкершілік алмайды. Соңғы қателескен, я болмаса соны дұрыс жасамаған, ол құрбан болып табылады. Енді бұл агрессор менен құрбандың белгілерін біз анықтағаннан кейін, осымен біз қалай жұмыс жасауымыз керек? Өзіңізді құрбан болудан құтқару үшін қандай қадамдар жасауымыз керек? Жаңа айтып өткенде, ең бірінші орында өзіңіздің позицияңызды қорғап үйреніңіз. Яғни өзіңіздің қалаған тағамыңызды алып жеңіз, өзіңізге соған мүмкіндік беріңіз. Яғни өзіңіз үшін қадамдар жасаңыз. Яғни жаңағы таңертең ерте тұрып жүгіріңіз келді ме? Жүгіріңіз. Бассейнге жазылғыңыз келді ме? Жазылыңыз. Қалаған курсқа барғыңыз келді ме? Барып сол курсты өтіңіз, яғни біліміңізді жетілдіріңіз. Яғни өзіңізге қалаған көйлек, я болмаса өзіңізге қалаған дүниені алғыңыз келді ме? Алыңыз. Ең бірінші орында сол шешімді өзіңіз жасаңыз. Және өзіңіздің шекараңызды, яғни қорғап үйреніңіз. Өзіңіздің шекараңыз деген ол не нәрсе? Яғни әрбір адамның өзінің шекарасы болады. Шекарасы дегені біз бала күнімізден осы өзіміздің шекарамызды қорғап үйренуіміз керек. Шекарамызды қорғап үйрену деген, мысалға, жаныңыздағы мынау 1 метр деп айтайық, осы қашықтықтағы сізді танымайтын адам осы шекараңыздан өтпеуі керек. Яғни ол сізге танымайтын мүлдем бөтен адам сізді келіп ұстауына, я болмаса сізге ұнамайтұғын әрекетті жасауына жол бермеу. Яғни сізге қарсы айтқан сөзге жауап беру. Өйткені сіз үшін ол бөтен адам. Ал егер ол сіздің жақыныңыз болса, яғни туысыңыз болсын, мейлі жолдасыңыз, я болмаса жігітіңіз деп айтайық. Көпшілігінде агрессорлар тек қана жолдасы ғана емес, сонымен қатар ата-анасы да болуы мүмкін. Өйткені менің өзімнің практикамнан көргенім, 35-ке тіпті 40-қа 50-ге келгенде үлкен кісілер әлі күнге дейін отбасы бола тұра өзінің анасының құрбаны болып жүргенін айтады. Мысалға, бір келіншектің өзіме жаңағы кеңес алған, әлі күнге дейін жолдасын да өзін де басқаруға әрекет жасайтынын, және әрбір жасаған өзінің шығындарының барлығын
анасының алдында әлі күнге дейін есеп беретұғынын, және қаласа анасы келіп соғып кетуі де мүмкін, яғни қол көтеруі де мүмкін, айғайлауы мүмкін, көпшіліктің алдында намысына тиетұғын сөздер айтуы мүмкін. Міне осындай дүниелер кездесіп тұратынын мойындауымыз керек. Демек, бұл жерде сіз өзіңіздің шекараңызды қорғап үйреніңіз. Яғни 18-ге толған әрбір ер азамат болсын, әйел азамат болсын, өзіңіздің шекараңызға тіпті жақыныңыз болса да өткізбеуге тырысыңыз. Яғни мысалға сіздің жеке телефоныңызды ақтаруға өзіңізден басқа ешкімнің құқы жоқ. Бұл бір. Моншаға түсесіз бе, жоқ, үйде душқа түсесіз бе, оны ешкіммен ақылдасудың керегі жоқ. Ол да сіздің жеке өз шаруаңыз. Шашыңыздың түсін қызылға бояйсыз ба, жоқ, қараға бояйсыз ба? Ол үшін жолдасыңыздан да, жігітіңізден де сұраудың қажеті жоқ. Ол тағы да сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз. Сізге арықтау керек па, жоқ, толу керек па? Сіздің салмағыңыз асық па, жоқ, төмен ба? Ол тағы да сіздің өзіңіздің пікіріңіз болуы тиіс. Қандай тамақты жейсіз, қандай тағам жасайсыз, қай жерде жұмыс жасағыңыз келеді, қай ортада? Бұл сіздің шешіміңіз. Одан да бөлек өзіңіздің құрбы құрдастарыңызбен қарым-қатынас жасауда. Яғни өзіңіздің балалық шағыңыздан араласып жүрген достарыңызға тойына барасыз ба? Жоқ, олардың үйіне қонаққа барғыңыз келеді ме? Ол да сіздің пікіріңіз. Яғни ол үшін анаңыздан рұқсат сұрап, егер сіздің жасыңыз әрине ересек болсаңыз, я болмаса жолдасыңызға рұқсат сұрап, солардың көңіл күйіне қараудың қажеті жоқ. Бұл жерде тек қана ескерту, яғни айту. Менің баратұғын жерім бар. Мен қонаққа шақырылып қойдым. Міне, құрбан көпшілігінде жалтақтап, көңіл күйін аулап, абайлап, сол қашан оның көңіл күйі жақсы болады, сол кезде мен айтамын, сол кезде мен жаңағы өзімнің қалаған нәрсемді жасайын деп, көпшілігінде жасырып, басқа жаққа бара жатқандай болып, осылай тығылып жасайтын әрекеттердің бәрін тоқтатуымыз керек. Демек, сіз құрбансыз. Яғни құрбандықтан шығудың жолдары осы. Және ең басты айтып өтейін, құрбан болудан шығудың жаңағы негізгі жолы сіз арнайы өзін жетілдіру, яғни өзін дұрыс бағалай алу деген курстарға жазылып, арнайы мамандардың кеңесінен, яғни арнайы мамандардың айтқан техникаларын, жаттығуларын жасау арқылы өзіңізді өсіруіңіз керек. Көпшілігінде құрбандар, бұлар кімдер? Әрине, өзін бағалай алмайтын, өзін дұрыс жетілдіре алмаған, яғни ол мысалға музыкадан емес, спорттан емес, я болмаса кітап оқу, өлең жазудан емес, ол өзінің тұлғалық, яғни психологиялық, өзінің ішкі жан дүниесіменен өзінің мінезін дұрыс қалыптастыруды айтып отырмын. Сондықтан да сіздер ойламаңыз, мен 2 дипломым бар, мен неге өзімді жетілдіруім керек деп. Жоқ, көпшілігінде менің алдыма келген қаншама осы құрбан болған әйелдердің бірнеше дипломы бар. Бір үлкен жаңа компанияда білікті маман болуы мүмкін. Я болмаса тіпті спорт шебері де болуы мүмкін. Бірақ бола тұра өзінің таңдаған жарының алдында әлсіз екенін мойындайды. Яғни ол адам келген кезде, ол адамның тіпті көз қарасынан, тіпті өзінің жаңағыдай кәдімгі бір қалай айтсам екен, өзінің қоярға жер таппай кететұғын сондай бір жағдайға түседі екен. Яғни біз айтып өткендей, мысық агрессор болса, тышқан ол құрбан, яғни тышқанға айналып кеткен өзі байқамай қалады екен. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің бойыңыздан осы мен айтқан белгілерді көрген болсаңыздар, онда өздеріңізбен жұмыс жасауды дәл қазірден бастағандарыңыз дұрыс. Құрбандықтан шығу жолын айттық. Енді агрессордың, яғни абьюзер, олар кім және ол қалай өз-өзін содан
алып шығуы керек. Ең бірінші орында агрессорлар, яғни әлімжеттік көрсетуші, оның ішкі мені, яғни өте төмен, яғни өз-өзін өте төмен бағалайтын адамдар. Бұл жерде тек қана ер адам ғана әлімжеттік көрсетуші болып саналмайды. Әйелдер де әлімжеттік көрсетушілер бар. Сонымен қатар тіпті ата-анасы да болуы мүмкін, әжесі де болуы мүмкін, тіпті үйіндегі баласы да болуы мүмкін. Кез келген, тіпті сіздің басшыңыз да агрессор болуы мүмкін. Жұмыстық өзінің, былайша айтқанда, қызметтік лауазымын пайдалана отырып, әлімжеттік көрсетуі мүмкін. Сондықтан да біз агрессор деген кезде бір тек қана отбасындағы ер адам деп қана қарастырмауымыз керек. Естеріңізде болса, көпшілігінде осы әлімжеттік дегенде тек тұрмыстық отбасылы жағдайды ғана айтып жатырмыз. Бірақ шын мәнінде ол кез келген жерде болуы мүмкін. Тіпті өзінің жаттықтырушысы да болуы мүмкін. Өйткені өмірде қаншама жағдайлар болуы мүмкін. Егер сіз құрбан болатын болсаңыз, ол сіздің құрбыңызда болуы мүмкін. Ол сіздің жаттықтырушы тренеріңізде болуы мүмкін. Ол сіздің қызметтегі басшыңызда болуы мүмкін. Ол сіздің жолдасыңыз, я болмаса жігітіңізде болуы мүмкін. Өйткені құрбан және агрессор, олар өзінің бір-бірін өте жақсы танып, бір-бірін өте жақсы сол бір аймақта, яғни бір жерде табылуы әбден мүмкін. Енді агрессорлар балалық шағында қандай жағдайдан олар агрессорға айналды? Яғни отбасында ата-анасының жаңағы бір-біріне зорлық-зомбылық көрсетіп жатқан, яғни анасының жаңағы соққыға жыққан, я болмаса керісінше әкесін соққыға жығып жатқан көрген бала болуы мүмкін. Я болмаса сыныптастарынан таяқ жеп, яғни үнемі қорқып өскен бала болуы мүмкін агрессорлардың арасында. Оны қорқып ешкімге айтпай, үнемі сол бала кезінен жаңағы сондай бір қиындықта, өзінің бір жаңағы сондай бір ортаға жиі түсіп қалуы да мүмкін. Одан да бөлек, мысалға, агрессор балалық шағында қандай да бір соққы алуы мүмкін, я болмаса ДТП болуы мүмкін, я болмаса биіктіктен құлауы мүмкін. Енді әрине бұл да басқа келген зақымнан да болуы мүмкін. Одан да бөлек маскүнем болуы мүмкін, нашақоры болуы мүмкін, я болмаса ойын құмар болуы мүмкін. Әйтеуір тәуелділіктің құрбаны ол да агрессор. Енді бұл адамдар қалай өзін емдейді, я болмаса осы жолдан қалай шығады? Міндетті түрде маман, психолог, я болмаса психотерапевтке жүгінуі керек. Психологтар арнайы жаттығу, яғни техникалар арқылы, содан да бөлек арнайы психологиялық сеанстар арқылы агрессордың іштегі отырған агрессиясын, яғни отын төмендетуге, яғни бойындағы проблемасымен жұмыс жасайды. Онлайн курстар бар, офлайн курстар бар, жеке жаттығулар бар. Мамандарға жүгінгені әбден мүмкін. Өзін бағалау, яғни өзін тұлғалық өсу, одан да бөлек өзінің хоббиімен айналысу, сүйікті жұмысымен, яғни мамандығымен жұмыс жасауы, білімін жетілдіруі керек. Одан да бөлек жақсы орта, махаббат, жақсы қарым-қатынас, достық, міне осындай бір жақсы, комфортты жағдайда агрессор өзінің ойындағы қиындығынан арылуына мүмкіндігі бар. Өзін бағалау, мотивациялық сіздерге жаттығу берейін. Ең бірінші орында сіз өзіңіздің ойыңызды, сөзіңізді, іс-әрекетіңізді бақылаңыз. Яғни бір апта бойы өзіңіздің қандай ойменен ой сізді мазалайды, міне осыны жазып жүріңіз. Бір апта бойы, және бір апта бойы, яғни бір жеті бойы сіз қандай сөзді жиі қолданасыз, және көпшілігінде қандай әрекет жасайсыз. Міне, яғни бірінші орында агрессорда, құрбанда өзінің ойын, сөзін, яғни іс-әрекетін бақылау керек. Бұл бірінші тапсырма. Бұл тест, яғни сіз бойыңыздағы өзіңіздің
құрбан болуға бейім екеніңізді анықтайтұғын белгілерді жазып отырасыз. Егер сіз ойыңызда көнгіш болсаңыз, жарайды, айтқанын жасай салайын, жарайды, осы өзіме ұнамаған жұмысты жасай берейінші, жарайды, жұмыстан шық деді, жұмыстан шыға салайын, әйтеуір осыған жақсам болды деген егер ойды ары қарай жалғастыратын болсаңыз, онда сіз құрбандықтан ешқашан шыға алмайсыз. Яғни бұл сіздің ойыңыз. Ал агрессор болса, басқа адамды бақылаудан бұрын өзіңізді бақылаңыз. Яғни сіздің жан дүниеңіз нені қалайды? Егер сіздің жан дүниеңізде оқу керек болатын болса, я болмаса жақсы қызметке тұру керек болса, онда өзіңізді дамытыңыз. Яғни өзіңіз жұмысқа шығыңыз, жұмыс жасаңыз, еңбектеніңіз. Басқа адамды бақылауды, яғни басқаруды тоқтатыңыз. Ол санадағы ойыңызды өзгерту. Ал енді сөзге келетін болсақ, көпшілігінде менің айтқанымды жасайсың, менің айтқаным болады деген сөзден, жоқ, сен өз қалауыңды жаса, мен өз шаруаммен айналысайын. Бірақ екеуміз бір мәмілеге келгеніміз дұрыс деген сөзді қолданғаныңыз дұрыс. Сен қалай ойлайсың деген сөзді пайдаланғаныңыз жиі дұрыс. Және ал құрбан болса, өз тарапынан көпшілігінде мен не жасасам да өзімнің қалауыммен және өзімнің пікірімді айтатын боламын. Яғни сөзге келгенде, әңгіме айтқанда көпшілігінде өзіңіздің пікіріңізді қорғап алуға тырысыңыз. Яғни сөз қолданғанда да өзіңіздің қалауыңызды жасаңыз. Яғни агрессор өзінің сөз саптауында көпшілігінде басқаға емес, әлімжетті көрсету, шу шығару, я болмаса намысына тию, балағаттау сөзінен керісінше әдемі сондай жақсы қамқорлық көрсету, мейірімділік таныту сөздерін жиі пайдаланғаны жөн. Іс-әрекетімізде біз көпшілігінде өзімізді дамытумен айналысуымыз керек. Яғни спортпен айналысыңыз, жүгіріңіз, я болмаса таза ауада көп жүріңіз, басқа да жаттығуларды, өзіңіз қалаған жаттығуларды жасаңыздар. Ал құрбан болса, өзін дамыту, яғни біз төмендегі айтқан, қазір айтылатұғын жаттығуларды жасағанымыз дұрыс. Біздің алғашқы тапсырмамыз ол тест болды. Келесі тапсырмамыз, яғни жаттығу. Сізге, яғни қандай іспен айналысқан ұнайды? Егер сіз тоқыма тоқу, болмаса киім тігу ұнайтын болса, онда жазыңыз. Мен киім тіккенді, я болмаса тоқыма тоқығанды жақсы көремін. Бұрындары егер сіздің осы тігінмен айналысқаныңызды сіздің жолдасыңыз ұнатпай, жақтыртпай, салдырмай қойған болса, бірақ ол сіздің жан дүниеңізде сол сайрап тұр, сіз соны салғыңыз келіп, жасағыңыз келіп жүрген болса, соның бәрін қайтадан оятыңыз. Ойыңыздағы қаншама қабілеттер бар, сол қабілеттің бәрін оянып, соны іске қосуға әрекет жасаңыз. Яғни менің жақсы көретін нәрсем, яғни өлең айтқанды жақсы көремін, тоқыма тоқығанды жақсы көремін, тігін тіккенді жақсы көремін, жаза беріңіз. Тамақтың, яғни осындай түрлерін жасағанды жақсы көремін. Тамақты, пирогты мен осылай пісіргенді жақсы көремін, я болмаса, өзіңіздің қалауыңызбен. Жүгіргенді жақсы көремін, таза ауада жүргенді жақсы көремін. Мен, яғни спорттың осы волейболмен жақсы көремін. Ойнағанды, я болмаса бассейнге барғанды қалаймын. Осындай кемі 30 болу керек. 30 түрлі өзіңіздің қалауыңызды, яғни жақсы көретін дүниелеріңізді аянбай барынша жазып шығыңыз. Келесі тапсырмамыз бүгінгі күнге дейін сіздің жетістігіңіз. Қандай сіздің жетістігіңіз бар? Бүгінгі күнге дейін. Көпшілігінде осы жетістігіңіз туралы жазыңыз дегенде, көпшілігінде әйелдер менде жетістік жоқ, мен тұрмысқа шыққаннан кейін бір күнде жұмыс жасаған жоқпын деп айтады. Бұл менің жиі еститұғын, осы әйелдерден жиі еститін сөз. Мен айтамын көпшілігінде, сіз анасыз, сіз жарысыз, яғни тұрмыста сіз бір әулеттің, яғни келінісіз. Бұл нәтиже, яғни бұл да жетістік. Демек сіз жазасыз, мен анамын,
яғни 4 баланың анасымын. Бұл жетістігім. Мен жармын, яғни менің жолдасым бар, мен тұрмыстамын. Бұл да сіздің жетістігіңіз. Және сіз келінсіз, ағайын туысыңызбен қарым-қатынасыңыз қалай, ата-енеңізбен қарым-қатынасыңыз қалай. Міне, оны да жазасыз. Бұл да сіздің жетістігіңіз. 10-шы сынып, яғни 11 сыныпты сіз бітірдіңіз, яғни сіз орта білімдісіз. Оны да жазыңыз. Ол да жетістік. Көпшілігінде оны несін жазамын, оны барлығы оқып жатыр. Ол барлығында бар ғой деп жатады. Демек, бағаламаймыз. Шын мәнінде 3-ші сыныптан кейін оқымағандар, я болмаса денсаулығына байланысты сырттан оқыған, я болмаса дистанционно оқығандар да бар. Сондықтан сіз осы жаңағы орта біліміңіздің өзінде бағалағаныңыз дұрыс деп айтқым келеді. Одан да бөлек, мысалға, сіздің келбетіңіз жақсы, сіз сұлу, сіз көріктісіз, келбеттісіз, демек, сол үшін де сіз еңбектендіңіз. Өзіңіздің денсаулығыңызды күтуге еңбектендіңіз. Яғни, менің денсаулығым жақсы, бұл менің жетістігім. Демек, менің мінезім де жақсы. Одан да бөлек, мысалға, осындай кітаптар оқып шықтым. Бұл да жетістігіңіз. Пирог пісіре аламын, жетістігіңіз. Киім тіге аламын, бұл да сіздің жетістігіңіз. Жаза бересіз, кемі 30 болу керек, одан да көп. Ойланыңыз, біраз уақыт өзіңізге беріңіз, жаза түсіңіз. Енді 3-ші, қандай іспен айналысқанды қалайсыз, яғни армандайсыз. Болашақта көлік жүргізуді армандайтын болсаңыз, жазыңыз. Өзіңіздің жеке бизнесіңізді ашқыңыз келе ме, жазыңыз. Болашақта осы 10 килограмм салмақ тастағым келеді, жазыңыз. Тағы да басқа, қандай сіздің алдыңызға қойған арманыңыз бар, я болмаса алдыңызға қойған мақсат. Әрине, арман ол үлкен, шексіз, балалық шақтан келе жатқан армандарыңыз болуы мүмкін. Оны жазыңыз және мақсаттарыңызды теріп жазып шығыңыз. Бұл мотивациялық жаттығу, яғни осы армандарымызды, яғни алдымызға қойған мақсатымызды 30-30-дан теріп жазған кезде біз болашағымызға жол ашылады екен. Яғни біздің санамызда бір сондай канал ашылып, соған жұмыс жасай бастайды біздің бейсаналы. Яғни түпкі санамыз біздің сол бизнесті ашуға, я болмаса өзімізді ары қарай жетілдіруге жұмыс жасала бастайды. Көпшілігінде айтады ғой, мынау, өзіңіз байқайсыз, бизнес-тренерлер айтады, сен өзіңнің мақсатыңды, арманыңды жазда, визуализация жаса, яғни көз алдыңа елестет. Өзіңді сол жетістікке жеткен күніңді, былайша айтқанда елес, яғни көз алдыңа елестет. Жиі жаса, мен жетістікке жеттім, яғни бұл менің табысым, бұл менің байлығым деген нәрсені. Көрдіңіз бе? Өз-өзіңізді жоғары дұрыс бағалап, яғни өзіңізге деген сенімділікті арттырып, күнделікті осы визуализация, яғни көз алдыңызға елестетіп, жазып отыратын болсаңыз, демек сіздің түпкі санаңызда каналыңыз, яғни соған қуат ашылып, яғни қуаттанып, сол жұмысыңыздың жаймен шешіле бастағанын, я болмаса соған қатысты ақпараттарды ести бастайсыз, я болмаса жақын тамыр таныстарыңыз, жақындарыңыз, құрбыларыңыз ұсыныс жасауы әбден мүмкін. Өйткені бұл бірнеше рет практикадан өткен жағдайлар. Сондықтан да осы берілген жаттығуларды, яғни берілген техниканы орындау арқылы сәттілікке, яғни жетістікке жетуге, бақытты болуға мен сіздерге тілектеспін.